Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін сіздерге география сабағында жалпы WebAI студияны қалай қолданамыз, соны түсіндіре кетейін. Ол үшін сіздер кезең Google аккаунтқа кіріп, Googleға жазып WebAI студия деп жазасыздар. Жазғаннан кейін ең біріншісін таңдаймыз. Одан кейін сіздер міндетті түрде, яғни аккаунтқа тіркелулеріңіз қажет болады. Ал менде дайын болғандықтан, аккаунтқа тіркелгендіктен, мен тек қана кіремін. Ары қарай сіздерде тек қана жай ғана бет шығады. Осы жерде жаңа жоба деп жазамыз. Одан кейін екінші фото деген таңдаймыз. Одан кейін реті, яғни 2D, 3D деген редактор деген басамыз. Үшінші браузер дегенін басамыз. Одан кейін сіздерде осындай бет шығады. Енді бізде жасау үшін создать AR деп басамыз. Осы жерде өздеріңізге қажетті дайын шаблонды ала салсаңыздар да болады. Мен өзім жаңасынан бастаймын. Енді бізде осындай сцена шықты, яғни осы жерде біз бірінші бетіне фото қойып аламыз, екінші бетіне видео қоямыз. Екінші несін қойып, пустая сцена деп қояйын. Енді осы жерге бізге қажетті фото және видео салуымыз керек. Ең бірінші загрузить триктер деген басамыз. Осы жерде бізге ең бірінші фото салу керекпіз. Фотоның, яғни суретіміздің мөлшері 3 мегабайттан аспау керек. Загрузить деп басамыз, яғни мен дайын қойған немді қоя салайын. Дайын фотоны қойдым. Енді бұл осы жерде фотоның сапасына қарайды міндетті түрде. Егер де жарамды болса, ол қабылдайды, яғни осы фотоны пайдаланып көрейін. Суретіміз жарады. Енді біз осы жерге видео қоюымыз керек. Ол үшін видео дегенін басамыз. Жаңа видео деп басамыз. Осы жерге видеоның форматы MP3 деген сияқты болу керек. Онда белгілі бір уақытпен таңдалынады. Мен дайын видеоны қоя салайын. Осы видеоны қоямын. Осы видеоны қоятын кезде мынау бетіндегі фотомен бірге қоюымыз керек, өйткені бірде қойылмаса ашылмай қалуы мүмкін. Яғни қайта ортасынан қойсақ, біздің видеомыз ашылады. Енді ары қарай бізде сақтап аламыз. Сақтаймыз. Содан кейін жариялаймыз. Біздің неміз жарияланды. Енді осы жерде посмотреть деген басып көрейік. Мәні бізде өзен жүйесі, яғни гидрофен бөлімінде өзен жүйесі деген фото шықты. Арғы бөлігінен өзенге қатысты видео шығады. Бұл география сабағында балалардың алдына әрқайсысына осындай бетінде суретін және QR қойып қойсаңыздар тиімдірек. Енді біз видеомызды көру үшін менің недеге барайық, осы жерде соңғы жасалынған видеоға қараймыз. Бүгінгі күнмен жасалынған бізде мынау болу керек. Осы болу керек. Яғни осы жерде бізде дайын видеомызды экспорттап аламыз, яғни скачать етеміз. Осы жерде форматын таңдап аласыздар. Бірінші формат PDF немесе осы качествода сақтасаңыздар болады. Скачать етеміз. Біздің видеомыз дайын болды. Қажетті видеомызды алып, осы жерден қажетті видеомызды көре беруге болады. Яғни суретті қасына сканер шығарып, сабақта пайдалануларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.